YouTube. Бұл өз идеяларымен бөлісетін керемет платформа. Мүмкіншілігі көп. Соған қарай пайдасы да көп. Көбісі YouTube'да атақты болғысы келеді, бірақ ол үшін подписчик жинағысы келеді. Хей, қалайсың? Сенімен бірге Праники. Бүгінгі видеода қалай YouTube'да подписчик жинайды, немесе накрутка подписчик қалай жасайды деген сұраққа жауап беремін. Жайғаса отыр, немесе жат, немесе тұр. Короче, өзің білесің. Кеттік. Ескерту. Видеода конца көрмесең подписчигің көбеймейді. Лайк бассаң, сенің арнаңа саймо подписаться етеді. Шын айтам. Так. Енді тақырып бойынша сөйлесейік. Ато қуып кететінім бар. Сенің көршің әлі күнге дейін Байзақованың видеоларын іздеп отқанда, сен керемет контент жасап подписчик жина. Ең алдымен сен өзіңге ұнайтын нәрсені, өзің шарит ететін нәрсені, яғни арнаның тематикасын таңдап ал. Себебі сенің көрерменің сен шарит етпейтін, бірақ хайповать етіп жатқан тақырыпта видео түсірсең, көрермен ақылды, по-любому түсініп қояды. Және сен оларға қызық емес болып қаласың. Сенің видеонда қарамақ түгіл, дизлайк басады да, енді қарамайтындай болады. Ал ол сенің арнаның статикасын білдіріп, YouTube мұндай канал кімге керек дейді де, сенің арнаңды продвигать етуді тоқтатады. Сол себепті ең бірінші дұрыс тақырып, тематика таңда. Бұл ең бастысы. Екінші пункт. YouTube арнаңды әрле, яғни бұл YouTube арнаның беті, оформленесі, дизайны. Сенің видеон YouTube'қа шыққанда ең бірінші ол сенің видеоның превью картинкасы, яғни ол көрерменді тартып тұратындай әдемі болуы керек. Ал егер превью жоқ болса, немесе онша емес болса, көрермен сен видеонды таңдамайды. Әдемі, тартымды превьюлер жаса. Сенің видеонды таңдады делік. Видеоның качествосы, дыбыстың качествосы, монтаж керемет болуы керек. Бұл жерде еңбектену керек. Ал егер пофиг, без монтаж сала салсан, оны көрген адамға да пофиг болады. Ал егер еңбектенсең, сенің еңбегіңді бағалайтындар көбейеді. Және арнаға тіркеледі. Описание, видео тақырыбы, арнаның ауасы және шапкасы да ең маңызды факторлар. Егер тартымды әдемі болмаса, онда ол көрерменді қаштыртады. Жоғарыда айтылған пункттегі нәрселерді, яғни оформлениені, сол саланың маманымен келісіп, немесе заказ беріп істете аласың. Егер сенің қолынан келмесе. Бұл екі пунктты міндетті түрде орындауың керек. Содан кейін подписчик жинай аласың. Подписчик жинаудың келесі әдістері бар. Сол тематикаға қатысы бар арналардан, группалардан, сайттардан тағы басқа реклама сатып алу. Немесе келісім шартқа отырып коллаборация жасау керек. Яғни бірігіп контент жасау. Бұл тәсіл ең дұрыс тәсіл. Ал енді ең маңызды жасауға болмайтын нәрсе бар. Ол накрутка жасайтын программаларды, сайттарды пайдаланбау. Ол әрине подписчик санын көбейтеді, яғни тек санын. Ол сенің арнаның статистикасын төмендетеді. Және ол арна әрі қарай дамымай тоқтап қалады. Ал бұл нәрсе саған керек емес. Сол себептен таза жолмен подписчик жина. Егер качестволы контенттерді жиі салып отырсаң, качестволы подписчиктер өздігінен жиналады. Бұл видеода маңызды нәрселер ғана айтылды. Ал подписчик жинаудың басқа тәсілдерін алдағы уақытта жеке-жеке видеоларда тоқталып өтетін болам. Ал бүгінше осы. Сенен лайк, подписка және комментарийлер демін. Сенімен бірге болған Праники. Келесі кездескенше сау.